Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында шұжық жасайтын боламыз. Ең алдыменен 500 грамдай паршымызды алатын боламыз. Оның үстіне 2 бас чесногымызды теркіден өткізіп алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай болгар бұрышын ұсақтап турап салатын боламын. Оның үстіне теркіден өткізген пиязымызды салатын боламын. Қанша мөлшерде, қандай зат керек, оның бәрін описанияда жазып кететін боламын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Үстіне 1 қасықтай паприка, 1 қасықтай бұрыш саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ішіне азырақ тұз салатын боламын, жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер, өте дәмі ерекше болып шығады. Менің каналымның дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, маған тіркеліп, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Осындай қазақша контенттердің дамуына және де сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Мен сіздерге алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Жақсылап араластырып, осылай жақсылап мыжыңыздар. Өйткені ішінде тұздары еріп, приправалары бойына сіңіп, дәмі ерекше шығу үшін осылай араластыру маңызды. 200 грамдай сүт қосып жіберіңіздер, сонда сұйықтау болады. Сұйықтау болғанда шекке тыққан кезде оңай тығылатын болады. Шекке салған кезде нығыздап салатын боламыз. Өйткені кескенде әдемі кесу үшін нығыздап, ауа қалдырмай ішінде жақсылап салатын боламыз. Осылай малдың ішектерін көп адам тастайды. Оны тастамай осылай жасасаңыздар керемет колбаса шығады. Әр десең ысырап болмайды. Әр десең керемет тағам, қолдан жасалған шұжық жасайсыздар. Өйткені базардан сатып алғаннан гөрі өздеріңіз қолдан жасасаңыздар керемет дәмі ерекше болып шығады. Құрметті менің көрермендерім, алда 2024 жыл келе жатыр, аяқ басқалы тұр. Құда қаласа әр отбасыға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек осындай бейбітшілік заманда өмір сүре берейік. Құда қаласа тек жақсылығымен кесін. Барлық отбасыға амандық, денсаулық, байлық тілеймін. Барлықтарыңыз осы 2024 жылы армандаған армандарыңыз, тілеген тілектеріңіз орындала берсін. Бай қуатты болайық. Тек жақсылық тілеймін барлықтарыңызға. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне колбасамызды тығып болдық. Менде 3 колбаса шықты. Енді осының ішін жақсылап ауасын шығаратын боламыз. Жақсылап ауасын шығарыңыздар. Өте дәмі ерекше колбаса болады екен. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Балдарыңыз сүйсініп жеп қоятын болады. Қонақ күтсеңіздер, қонаққа да қойсаңыздар керемет. Екі бетінде осылай жақсылап тесіп шығыңыздар. Бұны енді 2 күн, 3 күнге ғана шыдайды, көп шыдамайды. Өйткені ішінде пияз бар. Ары кетсе 3 күнге ғана шыдайды. 3 күнде жеп қоюларыңыз керек. Одан артыққа шыдамайды, ішінде пиязы болғандықтан. Өздеріңіз көріп тұрғандай суды қайнатып алдым. Алдын ала енді судың ішіне салып, баяу отта жақсылап қайнататын боламыз.
жай кайнап атыр. Үстүнөн осулай көбүгүн алып тастаңыздар. Кайта алып тастасаңыздар, колбасанын сырты таза осулай аппак болот. Алмасаңыздар, сырты капкара болуп, колбасанын сырты жаман болот. Сол үчүн кайта алып туруңуздар. Өздөрүңүз көрүп тургандай, осундай кичине тапенчеге аз май куюп, осулай кууруп аламыз. Колбасамызды экпедин кызартып, май көп куймаңыздар, азыраак осулай куюп кууруп алыңыздар. Көрүп тургандай биздин колбасамыз, яғни шұжығымыз дайын болды. Домашний шұжығымыз өте дәмі ерекше болып шықты. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Өте дәмі ерекше. Осылай кесілген кезде де әдемі кесіліп жатыр. Іші нығыздалып тығылғандықтан осылай әдемі кесілетін болады. Өте дәмі күшті болып шықты. Осылай қонақтарға болмаса балдарыңызға осылай жасап беріңіздер. Менің видеом ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Осындай қазақша контенттердің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өте керемет, өздеріңіз көріп тұрғандай, дәмі де ерекше болып шықты. Қош сау болыңыздар.